Маңғыстау өңірі 3 сәуірден бері карантинде. 6 сәуірде аймақта қауіпсіздік талаптары одан әрі күшейтілді. Тұрғындар таңертең 6-тан 9-ға дейін және кешкілік 6 мен 9-ның арасында ғана жарты сағатқа көшеге шыға алады. Бұдан өзге уақытта бейсауат жүргендер жауапқа тартылады. Қазір жергілікті полицияға әскери бөлімнің сарбаздары да қосылған. Олармен бірге кезекшілікке тілшіміз Талғат Исламұлы шықты. Қазір аймақтағы ахуалды тікелей байланыста баяндауға әзір. Талғат, Ақтауда түн мезгілі тыныш өтіп жатыр ма? Кеш жарық, Бауыржан, біз қазір жаңадан салынған шағын аудандардың бірінде жүрміз. Оған таңдауымыздың түсуі де бекер емес. Қала орталығында жаяу немесе автопатрульдің көбірек жүретіні белгілі. Осыны білетін тұрғындар нақты бір себеп болмаса кешкі сағат 9-дан кейін үйден шықпайды. Ал шаһардың солтүстік бөлігінде соңғы жылдары бой көтерген мөлтек аудандарда әлі де болса сәл еркіндік байқалады. Яғни онда тұратын тұрғындар күндізде, түнгі мезгілде де есік алдына шығып әңгімелесуді ұнатады. Балаларын алып серуен құратындарды кездеседі. Ең сорақысы карантин уақыты белгіленген кешкі сағат 9-дан кейінде жеңіл көлігін тізгіндеп жолға шығатын адамдар да бар. Енді қазір мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай тәртіп сақшылары осындай жүгенсіздікке бой алдырып үйден шығып көлігімен қыдырып серуенде жүрген азаматтармен кездесіп сөйлесіп жатыр. Аға, саламатсыз ба? Білесіз ғой да, карантин уақыт екенін қазір? Сағат 9-ға дейін білесіз ғой? Енді қазір көшеде нағып жүрсіз? Қазақстан Республикасының сыртынан шапан, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабының 9-шы бөлігін бұзып тұрсыз. Қазіргі таңда сізге профилактикалық сұхбат жүргізілді деп есептейміз. Кейде сізде заңды бұзбаңыз, түсінікті ме? Қазір үйіңізге барыңыз тіпті. Денсаулық ең маңызды мәселе. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз, өзіңіздің денсаулығыңыз апа. Кешіресіз, үйіңізге барыңыз, бетпердеңіз бетіңізден тастамаңыз, қолыңызды қолдап киіңіз. Кешкі сағат 9-дан кейін мүмкіндік болмаса көшеге шықпағаныңыз дұрыс. Сақ болыңыз. Енді осы өздеріңіз көріп тұрғандай жолда карантин тәртібін бұзып жүрген осындай азаматтарға ескерту жасалады ма, әлде айыппұл салынып көлігі айыптұраққа жабылады ма? Енді бұл сұрақ өкілетті органдар өкілдерінің құзырында. Жалпы аймақта 3 сәуірден бастап карантин тәртібі енгізілгелі бері осы тәртіпті бұзған 511 адамға хаттама толтырылып сотқа жолданды. Оның ішінде 45 азамат әртүрлі мерзімде әкімшілік қамауға алынып отыр. Тағы 57 адамға айыппұл салынды. Сорақысы 2 күн бұрын көшеде түнгі уақытта сағат 11 шамасында қателеспесем алкогольді ішімдік ішіп көшеде жүрген 4 бірдей жігітке заңның 2 бірдей бабы бойынша іс қозғалды. Жалпы мұндай жүгенсіздіктің бүгінгі кеште де қайталануы еш ғажап емес. Бауыржан, әзірге айтар ақпарым осы. Рахмет. Бізбен Ақтаудан тікелей қосылған әріптесім Талғат Исламұлы.